Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біздер балалармен прогулка шықтық. Кешкі прогулка. Асылмен Димаш. Құлайсың. Күн ауа күшті болып тұр прям. Үшеуміз үй жақта жүрміз. Көш шыққанымызға біраз қалды. Бірақ ондай күн салқын емес. Күн жылы. Айтып жатыр ғой, негізі биыл қыс болмайды деп. Сол кажется, дұрыс сияқты. Уже декабрь болды, бірақ күн әлі жып-жылы. Алдында бір салқындады, кейін қайтадан жылып кетті. Біз үйдің жақтағы мектеп, спорт комплекс. Қазір Димаштың заказына кетіп бара жатырмыз. Димаш чекен жейм деп, чекен алып күтуге кетіп бара жатырмыз. Мына көріп тұрған қызыл здание тұр ғой. Соның қасында чекен әзірледі. Заказбен звондап қоямыз, дайындап қояды. Прям сол жердегі дәмді болады. Екеуім мына жерде площадка күнде ойнайды ғой. Жаз бойы күнде ойнайтын еді. Енді қыз күн салқындағанда арасында кетіп кетеміз. Біздер мына жерден чекен алып шықтық. Мына жасыл чекен, сары чекен деп тұрған жерден. Мына ыстықтай чекен алып шықтық. Енді қазір үйге соғып кетеміз. Сосын үйге барып жейміз да. Осы бала ғой чекен дейді. Не үшін жақсы көресің чекенді? Сушиді жемейді, пиццаны жемейді. Асылым. Неге ренжіп қалды тағы? Өзімен өзі ренжіп қала беретін қыз мынау. Өзімен өзі ренжіп қалады, неге ренжіп қалатынын білмейсің. Қашан қай жерде ренжіп қалатынын білмейсің. Үйге қарай барамыз, үй жақтағы магазинге барамыз. Үйдің қасында. Ұста келмен қолынан. Кел ұстаймын. Аяғым деген балшық болған ғой. Жаңа күн деген не? Алдында жаңбырдан енді дұрыс кеппеген бе? Кейбір жерлер балшық, жаңа соң балшыққа түсіп кеткен. Кел Димаш өтіп бер ғой. Димаш, алдыңа қара, қап қалма. Жүр. Күнгі қала. Керемет, әдемі. Мына жерде социальный деген магазин ашылған. Ең арзан магазин негізі осы. Ценалары базардың ценасымен бірдей тамақтар.